Жаңызға сәлем. Бүгін дәмді булочки пісіреміз. Ол үшін жылы сүтке қант қосамыз және шым-шым тұз қосып, үстіне дрожж қосып, көтерілгенше 10 минуттай бетін жауып қоямыз. Көтерілген дрожждың үстіне жұмыртқа, еріген сары май, сұйық май қосып, електен өткізілген ұн қосып, жақсылап иілеп, бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды көп бөліктерге бөліп алып, осылай бір-бірден жұқа етіп жайып, ортасына жұмсақ сары май жағамыз. Оның үстіне қант сеуіп, видеодағыдай етіп орап және пышақпен кесіп, осындай әдемі түрге келтіреміз. Барлығын осылай жасап шығамыз да, көтерілгенше тағы да 10 минуттай бетін жауып қоямыз. Көтерілген булочкаларымызға жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Міне біздің булочкамыз дайын болды. Сап-сары, жұп-жұмсақ булочкалар дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.